Қайырлы күн достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік, өте әдемі болып шығатын бөпе-бай тортын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тортымызға жұмыртқа, какао, қант, ұн, разрыхлитель, шоколад, сармай, кремімізге творожный сыр, сливки, сахарный пудра керек болады. Ең алдымен суымызды ысытып, водяной баняда сармай мен шоколадымызды жақсылап ертіп аламыз. Әрдайым қозғап тұруды ұмытпаймыз. Шоколадымыз бен сармайымыз толық ерігеннен кейін суытып қоямыз. Коржымызға кірісеміз. Ол үшін жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Шамамен 3-4 минут. Массамыз толық көпіріп ағарғанша. Массамыз осылай ағаруы керек. Одан кейін суып тұрған шоколадымыз бен сармайымызды қосып, сразу араластырамыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Ал енді ұнымызға кірісеміз. Ұнымызға какао, разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып, ситамыздан өткіземіз. Ұнымызды 3 бөлікке бөліп, қосып миксерлеуіміз керек. Қамырымыз дайын, қою болып шығуы тиіс. Қамырымызды пергамент қағазына саламыз. Ол үшін пергамент қағазын 4 бөлікке бөліп аламыз. Диаметрі 24 см сызып, сол пергаменттің ішіне қамырымызды бірдей етіп бөліп жайып шығамыз. Корждарымызды 180-190 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Пока корждарымыз піскенше кремімізге кірісеміз. Ол үшін сливкиімізді құйып, сливкиіміз 33-35%-тен төмен болмау керек. Жақсылап миксерлейміз. Орташа қоюланған кезде сахарный пудрамызды қосып араластырамыз. Творожный массамызды да қосып жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын. Креміміз осындай формасын ұстап тұру керек. Ал енді коржымызға кірсеміз. Піскен корждарымызды ыстық күйінде шет-шетін кесіп алып тастаймыз. Шет-шетін бәрі тегіс болу керек. Жақсылап суытамыз корждарымызды. Кремімізді кондитер мешогына саламыз. Мешоктың басына арнайы бөпе-байға арналған насадка саламыз. Суыған корждарымызды қойып, тортымызды жинаймыз. Корждардың шет жағына шари шығарып, жағып шығамыз. Ортасына тегістеп кремімізді жағып шығамыз. Біздің тортымыз жиналып жатқан кезде біз торттың бетіне ганаш жасауымыз керек. Ол үшін сармайымыз бен шоколадымызды водяной баняда жақсылап ертіп суытып қоюымыз керек. Суып тұрған ганашымызды тортымызға құямыз. Тортымыз дайын. Тортты 1 сағатқа холодильникте сақтауымыз керек. Егер видеом соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, тіркеліп алыңыздар. Қош сау болыңыздар.